Арнаға қош келдіңіздер. Бүгін талантты көркем Мексика актрисасы Лусия Мендес жайлы айтатын боламын. Лусия 18 жыл бойы әйгілі композитор Валентинге ғашық болды. Алайда ол үйленуге ұсыныс жасағанда мансапты таңдап қабылдамады. Ал Валентин 8 күннен соң басқа қызға үйленді. Ал актрисаның жүрегі жараланды. Актриса одан кейін 2 рет некеде болды, бірақ ажырасып кетті. Енді осы және басқа ақпараттарды баяндайтын боламын. Қазақша каналымды қолдап, подписаться бастырмасын басып, жазылып қоюды ұмытпаңыз. Лусия Мендес 1956 жылы 26 қаңтарда Мексиканың Леон де лос Алдама қаласында дүниеге келген. Әкесі Антонио Мендес мамандығы бойынша химия инженері болған. Ал анасы Марта Офелия үй шаруасындағы әйел және бала тәрбиесімен айналысқан. Қыз өзінің балалық шағын атасы мен әжесінің фермасында өткізді. Мендес жас кезінде көркем талантын көрсете бастады. Кино мен театрдың өміріне қызығушылық танытты. Қызының талантын дамытқысы келген ата-анасы оны бейнелеу өнері академиясына оқуға жіберді. Мұғалімдер қыздың шығармашылық әлеуетін жоғары бағалады. Олардың қолдауының арқасында Лусия 9 жасында таңертеңгі Ларк радиосының жүргізушісі болды. Оның басты арманы теледидардағы мансап болды. Академияны бітіргеннен кейін әкесі оны филолог мамандығы бойынша ақш-та оқуды талап етті. Лусия әкесінің шешіміне қарсы болған жоқ және бірнеше жыл бойы шетелге сапар шегіп, ағылшын тілін жетік меңгерді. Болашақ жұлдыз отанына аудармашы және оқытушы болып оралды. Ата-ананың тілегін орындағаннан кейін Лусия өзінің арманын жүзеге асыруға және өзін актерлік өнерге арнауға шешім қабылдады. Оның ұмтылысын мексикалық сериалдардың болашақ жұлдызына баға жетпес моральдық қолдау көрсеткен анасы болды. 1972 жылы қызды театр режиссері байқап, өзінің қойылымында рөл ұсынды. Сол жылы Мендес мексикалық Эралдо журналының жылдың ең әдемі келбеті сыйлығын жеңіп алды. Біз кінәсіз болғандықтан жыныстық қатынас туралы ештеңе жоқ спектакліне қатысу арқылы бүкіл Америка Мендес туралы айта бастады. Ол бірнеше беделді марапаттарға ие болды және Голливуд мұражайында өзінің балауыз фигурасын алды. 1978 жылы Лусия итальяндық тұрмысқа шығады сериясында дебют жасады. Ол танымал мексикалық хикаяларға қатысуды жалғастырды. Сонымен қатар жанамалық роликтерге түсті. 1980 жылы Мендес Каларина телехикаясының түсіріліміне қатысты. Онда ол мексикалық көрермен үшін жезөкшенің жарқын және ерекше бейнесін өмірге әкелді. Бұл жобаға арналған әндерді актрисаның өзі испан композиторы Камила Сестомен бірге жазған. Мендестің ең үлкен даңқы оның меценаты Эрнесто Алонсо шығарған «Сенен басқа ешкім жоқ, никто кроме тебя» теленовелласындағы роль болды. Сериалда Андрес Гарсия ойнады. Ол Мендеспен жұптасып, картина шыққаннан кейін әлемдік танымалдылыққа ие болды. Және 70-80 жылдардағы Латын Америкасы киносының басты секс символдарының біріне айналды. Көрермендер актерлік дуэтті ажырамас тұтастық ретінде қабылдады. Сериал тек Латын Америкасында ғана емес, ақш, Германия және ТМД елдерінде де көрсетілді. Мендес Латын Америкасы сыншылар қауымдастығының үздік актриса сыйлығын жеңіп алды және оның сериалдың басты тақырыбы болған Corazón de Pedro композициясы үздік латын поп орындаушысы номинациясының американдық Грэмми сыйлығын алды. 1994 жылы актриса Телемундо компаниясының сериясына қатысуға келісімшартқа отырды. Оның түсірілімі ақш аумағында өтті. Алайда мексикалық телевизия компаниясымен бұрын қол қойылған келісімшарт бойынша актриса тек олардың жобаларында ойнауға құқылы болды. Актрисадан сериалды дереу тастап отанына оралу талап етілді. Актрисаның серіктесі Эдуардо Янес болған Мерейленна жобасының ақштағы жетістігі соншалықты әсерлі болды. Мексикалық жұлдыз арна иесінің қауіптерін елемей түсірілімін жалғастырды. Осылайша оның есімі бірнеше жыл бойы телевизия студиясының қара тізіміне енді. Ол кезде Латын Америкасындағы барлық дерлік бұқаралық ақпарат құралдарына тиесілі болды. Лусия 1996 жылы отанына оралып, ТВ Астеса арнасымен 5 жылға жаңа келісімшартқа отырды. 98 жылы ол Софияның үш өмірі телехикаясында теледидар экрандарында қайта пайда болды. 2008 жылы актриса әлемге әйгілі үмітсіз үй шаруасындағы әйелдер сериясының латын нұсқасының түсіріліміне қатысты. Ол осы күнге дейін сериалдарда ойнады. 2016 жылы ол 30-дан астам жобаларға қатысты. Олардың көпшілігі танымал және сүйікті көп сериал ленталар болды.
Лусия талантты әнші ретінде де танымал. Оның вокалдық өнерін әйгілі мексикалық композитор Хуан Габриэл актриса «Бөтен» фильміне «Жаңа махаббат» әнін орындағаннан кейін байқады. Композитормен бірге актриса 75 жылы жарық көрген алғашқы жеке альбомын жазды. 84 жылы шыққан альбом тыңдаушылар арасында керемет жетістікке жетті. Ол үшін Лусия Латын Америкасының үздік орындаушысы ретінде Грэмми сыйлығын жеңіп алды. Әнші өз елінде және ақш-та да өте танымал. Оның альбомдары көптеген марапаттарға ие болды. Ал әндер мен клиптер бірнеше рет хит-парадтардың жоғарғы сатысында болды. Лусия әндерді тек қана ана тілінде орындайтынына қарамастан, оның бүкіл әлемде көптеген жанкүйерлері бар. 30 жылдық музыкалық мансабында Мендестің 25 альбомы жарық көрді. 2006 жылы әйгілі Мендес өзінің парфюмерлік желісінің өндірісін бастады. Оның жобасы көптеген марапаттарға ие болды. Ал 2013 жылы Аура екінші хош иісі шықты. Сондай-ақ Лусия ересек жастағы әйелдерге арналған сұйық оттегі негізіндегі косметика желісін шығарды. Мендес есту қабілеті нашар балаларға көмектесуге мамандандырылған қайырымдылық қорының негізін қалаушы. Мендестің өмірінде көптеген романдар мен ер адамдар болды. 18 жыл бойы Лусия өзінің кино серіктесі әйгілі композитор Валентинге ғашық болды. Актер қызға ұсыныс жасады, бірақ Лусия актриса ретінде мансапты армандады. Тіпті отбасымен неке туралы ойлана алмады, сондықтан ол композитордан бас тартты. Валентин 8 күннен кейін басқа қызға үйленіп кетті. Лусияның жүрегі жараланды. Ол өзінің алғашқы әнін сүйіктісіне арнады. 1985 жылы актриса «Сенен басқа ешкім жоқ» фильміндегі әріптесіне ғашық болды. Олардың романтикасы әдемі және жарқын болды, бірақ қысқа мерзімді болды. Coca-Cola компаниясына арналған жарнамалық роликтің түсірілімінде Лусия болашақ күйеуі режиссер Педро Торреспен кездесті. 88 жылы ерлі-зайыптылар үйленді. Ал бірнеше айдан кейін ерлі-зайыптары Педро Антонио атты ұлды болды. 90 жылы ерлі-зайыптылар ажырасуға арыз берді. 2004 жылы Мендес қайта тұрмысқа шықты. Оның таңдауы кубалық Артуро Хордана болды. Олардың үйлену тойы керемет сәнді болды. Оған испандық шоу-бизнестің көптеген танымал тұлғалары қатысты. Алайда 3 жылдан кейін ерлі-зайыптылар ажырасып кетті. Олардың балалары болмады. Лусия Мендес өзінің твиттерінде Леди Гага оның нөмірін көшіріп ақш-тың поп жұлдызын плагиат жасады деп айыптағанын жазды. Мендес көптеген жағымсыз твиттерге ие болды, бірақ кейінірек бұл жай ғана әзіл екені белгілі болды. Қазір Лусия 69 жаста және ол керемет көрінеді. Ол әлеуметтік желіні белсенді басқарады. Лусия Мендестің жеке брендімен әйелдер мен ерлер рухтарының сериясын насихаттайды. Ол әлі де сұранысқа ие, және ол барлық тенденцияларды ұстанады. Атақты актрисаға қатысты ойларыңыз болса, комментарияға жаза кетіңіздер. Құрметті көрермен, каналым ұнаса, алдағы уақытта да жіберіп алмау үшін подписаться бастырмасын басып, лайк басып, қазақша каналымды қолдап отырыңыздар. Алда көптеген жұлдыздардың өмір жолдары баяндалатын болады.